Федор шаршап шалдығып, ұзақ жұмыс күннен кейін үйіне қайтып бара жатты. Ол көлік айдап келе жатып, артқы көрініс айнасына көз тастады. Сол сәтте кенеттен орта жолға жүгіріп шыққан әйелді көріп, рөлді күрт бұрып, тежегішті бар күшімен басты. Көлік тайқып барып, әйелді қағып кете жаздады. Сол мезетте ол әйелдің бейнесін анық көре алмады, тек әйелдің дірілдеген қолын, кешірім сұрағандай әлсіз ишарасын байқады. Бірақ Федорды тоқтатқаны әйелдің жүзіне көліктің шамы түскен сәтте болды. Сол кезде оның жүрегі дір ете түсті. Кеудесін суық леп шарпып өткендей болды. Өйткені ол әйел анасының айнымас көшірмесі еді. Федордың есіне анасының ескі фотосуреттері түсіп, жүрегі қыстығып, тынысы тарылды. Оның анасы 30 жыл бұрын із-түзсіз жоғалып кеткен болатын. Бұл мүмкін емес сияқты көрінді. Көңілінде сансыз сұрақтар туындап, тамағына тас тығылғандай болды. Шынымен де бұл оның анасы ма? Ол көп жыл бұрын жоғалып кеткен еді ғой. Енді міне, дәл сол бейне оның алдында тұр. Санасы астан-кестен күйге түскен Федор көліктен асығыс түсті. Әйел болса әлі де сол орында көзі мөлдіреп, қолдары дірілдеп, үнсіз тұрған. Сәлден соң әлсіз ғана дауыс естілді. Мені қайта алып кетпеңіздер, өтінемін, қайтадан алып кетпеңіздер. Федор сілейіп қалды. Қайтадан алып кету деді ме? Осы сөздерді ішінен қайталап, санасы мең-зең күйге түсті. Не болған бұл әйелге? Ол қорқып, қалтырап, жабайы аң секілді үркіп тұрды. Бұл шынымен оның анасы болуы мүмкін емес секілді көрінді. Анасы мұндай күйге түсуі мүмкін емес еді, қорғансыз, жаны жаралы, өмірден түңілген бейшара күйге. Федордың ішінде ашу мен ыза дауылдай көтерілді. Не болды менің анама? Ол неге қаңғырып, жоқшылық пен ұмыт қалу азабында өмір сүріп жүр? Деген ойлар мазасын алды. Анасынан айырылған балалық шағы, әкесінің оларды тастап кеткені, түнгі жылаған сәттері бәрі көз алдына келді. Бұл әйелдің шын мәнінде анасы екеніне сенуге қорқатын. Бірақ әйелдің жүзіндегі ұқсастық дау туғызбады. Қорқыныш пен түсініксіздік Федорды жаншып бара жатты. Бұл мүмкін емес деп сыбырлады ол, бірақ ішкі түйсігі бір сұмдықтың болғанын сезді. Ол әйелге көлікке отыруға көмектесті. Бар әрекеті автоматты түрде жасалып жатқандай еді. Екеуі ауруханаға қарай бет алды. Жол бойы Федордың миын үрей мен сенімсіздік торлап алды. Ол не істеу керегін білмеді. Бірақ нәрсе анық еді, шындықты білу қажет. Ауруханаға жеткенде Федор өзін қорқынышты түске тап болғандай сезінді. Жүрегі аттай тулап, қолдары қалшылдап, денесі бір ішкі кернеуге толы болды. Ол тек бір ғана нәрсені білгісі келді. Бұл әйел кім және не себепті мұндай жағдайға тап болды? Түскен сәтте қабылдау бөліміндегі орта жастағы медбике оларға жақындады. Әйелге қарап, оның жүзінен таңданыс байқалды. Федор сабырсызданып сұрады. Ол қалай? Медбике қабағын түйіп, әйелге ұзақ қарап тұрып. Ол қатты әлсіреген. Көптен бері тамақ ішпеген секілді. Шұғыл тексеріс қажет деді де дәрігерді шақырды. Бірнеше минуттан кейін дәрігер келіп, әйелді тексеруге кірісті. Федор сол жерде күтіп отырды. Әрбір секунд ғасырдай ұзақ көрінді. Оның миында мыңдаған сұрақ тізбектеліп жатты. Анасы 30 жыл бұрын жоғалды. Ал бұл әйелдің түрі, көзқарасы, жүзі, бәрі сол бейнеге ұқсайды. Бұл қалай болуы мүмкін? Бұл жай ғана кездей соқтық па? Жоқ, әлде шын мәнінде бұл оның анасы ма? Егер солай болса, ол қайда болды осы уақыт аралығында? Неге байланыспады? Ол неге 30 жыл бойы психиатриялық ауруханада жатты? Сол сәтте дәрігер алғашқы тексеру қорытындыларымен қайта оралды. Дәрігер ауыр үнмен сөйледі. Зерттеулер көрсетіп тұр, оның жағдайы өте ауыр. Организмі қатты әлсіреген, жүдеп жадаған. Ұзақ уақыт бойы зорлық-зомбылыққа ұшырағаны анық байқалады. Осыны естігенде Федордың басы айналып кетті. Жан жүрегімен бұл жай ғана қате, адасу шығар деп үміттенген еді. Бірақ дәрігердің әрбір сөзі жүрегіне инедей қадалып жатты. Ол ақиқатқа көз жеткізу үшін дыңғы сараптамасына келіскен болатын. Келесі күні сараптама нәтижесі дайын болды. Бұл туралы естігенде Федордың тынысы тарылып, жүрегі кеудесіне сыймай кетті. Дыңғ сараптамасы бәрін растады деді дәрігер төмен дауыспен. Бұл әйел сенің анаң. Федор естігеніне сенер-сенбесін білмей қалды. Қалайша анасы осыншама азапты күй кешіп, 30 жыл бойы осындай жағдайда өмір сүрді. Ол анасының қайда екенін білмей, жоғына күйініп жүрсе, шын мәнінде анасы дәл осы қалада, бірақ темір есіктің ар жағында қараусыз қалып қойған екен. Сол сәтте оның жанын ашу, қайғы мен терең мұң кернеді. Сол кезде ауруханада көп жылдан бері жұмыс істеп келе жатқан бір медбике кенет есіне түсіріп, мен Жаннаны есіме түсірдім.
Ол осы маңдағы психиатриялық ауруханада жатқан болатын. Ол мекеме 10 жыл бұрын жабылған еді. Біз оның мұнда қалай келгенін білмейміз, бірақ көп жылдар бойы ол қатыгез қарым-қатынасқа ұшырағаны анық деді. Бұл сөздер Федордың жанын алай-дүлей етті. Әкем оған не істеді? Неге анамды психиатриялық ауруханаға өткізіп, менімен еш байланыссыз тастап кетті? Деген сұрақтар санасын шырмап алды. Ол өзін жойқын дауылдың ортасында тұрғандай сезінді. Бірақ Федор енді шындықтың түбіне жетуге бел буды. Қандай қиын болса да, ол бәрін білуі керек еді. Ол бұл жерде неге болған? Неліктен оны осынша жыл қамап ұстаған? Деп сұрады ол дәрігерден. Дәрігер оған жанашырлықпен қарап, біз қолдан келгеннің бәрін жасаймыз. Бірақ оған толық психологиялық сауығу үшін ұзақ уақыт қажет болады деп жауап берді. Сол кезде дәрігер оны жанына жатқан палатаға алып барды. Федор бірнеше сағат бойы ауруханада отырып, болған жайтты ақылмен саралауға тырысты. Анасының азапты, қорлыққа толы өмірі оның жанын тілім-тілім етті. Ол әйелдің бейнесі тасталған, аштық пен қорлықта өмір сүрген анасы көз алдынан кетпеді. Уақыт өте келе дәрігерлер оның жағдайының аздап жақсарып келе жатқанын айтты. Бірақ Федордың жанын мазалаған сұрақтар маза бермеді. Ол анасының бұрынғы суретіне ұзақ қарап отырды. Бір кездері тіршіліктің өзі болған, мейірімді жан енді зәбір көрген, қор болған күйде оралды. Неге анасы осындай тағдырға душар болды? Әкесі неге оған бұлай істеді? Осы сұрақтар оған тыныштық бермеді. Ол ауруханадағы ескі архивтерді қарап шығуға бел буды. Анасының жоғалып кетуінің шынайы себебін білу үшін, ол жанына ұсталған психиатриялық мекемеге барды. Қызметкерлермен ашық сөйлесіп, оның ісіне қатысты барлық құжаттарды талап етті. Бұл оңай болмады, бірақ біраз күрестен кейін оған бір маңызды құжатты берді. Ол құжатты ашқан сәтте, Федор есінен тана жаздады. Бұл 30 жыл бұрынғы қағаз еді, оған әкесі Роман қол қойған. Онда Роман Жаннаны психиатриялық ауруханаға жатқызуды сұрапты. Бұл нағыз соққы болды. Анасы ол жерге өз еркімен түспеген. Оны мәжбүрлеп апарған өзінің күйеуі, Федордың әкесі. Ол анасының еркіндігін тартып алып, оны ұмыт қалдырған. Федордың жанын ерост пен күйзеліс, қайғымен ашу кернеді. Анасы ешқашан отбасынан кеткісі келмеген. Оның жалғыз кінәсі сеніп қалған адамының сатқындығы болды. Әкесі анасының тағдырын тас-талқан етіп, оны ұлының өмірінен жұлып алды. Бұл шындық Федор үшін жанына қанжар салғандай ауыр соққы болды. Федор есіне түсірді. Ол анасы жайлы үнемі сұрайтын, бірақ әкесінен тек жалтару мен өтірік жауаптар ғана алатын. Ол кезде бала еді, жалғыздық пен үмітсіздікпен өмір сүріп жатты. Әкесі бір кездері құрмет тұтып, сүйген адамы енді оның көзіне сатқын ретінде көрінді. Ақиқат ашылған сәтте бәрі өз орнын тапқандай болды. Жанұяны азапқа салған дәл осы әкесі. Федордың ішіндегі ашу толқыны барған сайын күшейіп, төгіліп кетуге шақ қалды. Ол құжаттарды жұдырығына қысып, орнынан тұрды. Жүрегі кеудесіне сыймай, сатқындықтың ащы дәмін сезінді. Әкесі оны жылдар бойы алдаған. Мұндай опасыздықты кешіруге болмайды. Бәріне нүкте қою үшін Федор еш ойланбастан отбасылық зәулім үйге қайта оралды. Ол Романмен бетпе-бет кездесуге дайын еді. Үйдің іші тып-тыныш, ауыр үнсіздік орнаған. Бүкіл жанұя осы үнсіздікте жойылғандай. Ол кіргенде әкесі газетін жайбарақат оқып отырған. Бейне бір ештеңе болмағандай. Роман басын көтеріп, ұлына суық көз тастады. Көзінде таңданыстың ұшқыны да жоқ еді. Сен анама не істедің? Деді Федор ашумен ызаға толы дауыспен. Роман бет әлпетінде өзгертпей, газетті жай қойып, терең дем алып. Ол әлсіз болатын. Менің әйелім болуға лайықсыз еді, деді салқын қанды дауыспен. Бұл сөздер Федордың жүрегін тіліп түсті. Ол мұндайды не үшін тартуы керек еді, әке? Неге сен оған бұлай істедің? Роман мысқылмен жымиып. Маған мықты, амбициялы әйел керек болды. Жанна әлсіз еді. Менің үмітімді ақтамады, деді. Бұл қатыгез сөздер Федор үшін нағыз соққы болды. Шындық бетіне соғылғандай еді. Әкесі анасын мансап жолында кедергі көріп, психиатриялық ауруханаға қамаған. Ашуға булыққан Федор өзін әрең ұстап тұрды. Ол әкесіне жақындап, жұдырықтарын түйіп, ашуын сыртқа шығарғысы келді. Бірақ ол түсінді, бұл ештеңені өзгертпейді. Терең тыныс алып, сен мен бұрын құрметтеген адам емессің, деді нық дауыспен. Мен бұны жай қалдырмаймын. Федор артқа бұрылып, үйден шығып кетті. Жүрегі дүрсілдеп, кеудесі қысылып тұрды. Оны өмір бойы алдап келген, енді не істеу керек? Бірақ ол бір нәрсеге анық сенді, бұл іспен әкесі жазасыз қалмауы керек.
Келесі күні Федор осы оқиғаны жай қалдырмауға бел буды. Ол әділеттілікті талап ету үшін заң жолына жүгінбек болды. Өз анасын қорғап, шындықты ашатын кез келді. Ол тәжірибелі, қиын істермен айналысатын адвокат Александрмен байланысқа шықты. Александр Федордың әңгімесін тыңдап: «Егер бізде жеткілікті дәлелдер болса, істі қайта қозғап, әкеңді жауапқа тартуға болады» деді. «Бізге ауруханадан құжаттар мен куәгерлердің айғақтары қажет. Анаңды заңсыз ұстағанын дәлелдеуіміз керек». Федордың ішінде үміт сәулесі жанды. Ақыры ол тек шындықты ашып қоймай, анасын бостандыққа шығарып, оған тыныш өмір сыйлай алатынына сенді. Бірнеше күннен кейін Федор мен Александр барлық қажетті дәлелдерді жинап бітті. Аурухана құжаттары, Жаннаның медициналық жазбалары мен бұрынғы медбикенің куәлігі барлығы оқиғаның шындығын ашты. Медбике Жаннаны ауруханаға жеткізуге Романның өзі қол қойғанын растады. Ол бұл әрекетін отбасын қорғау және мансаптық мақсат деп түсіндірген екен. Бұл шындық Федордың жанын одан әрі күйретті. Анасы ғана емес, оның бүкіл өмірі әкесінің жалған әлемінде өтіп келген еді. Баспасөзде бұл істі ести бастады. Кәсіпкер әйелін 30 жыл бойы психиатриялық ауруханада заңсыз ұстаған, осындай тақырып елдегі беделді газеттердің алғашқы беттерінде пайда болды. Қоғам бұл жаңалыққа бірден ашу мен наразылықпен жауап берді. Бақтың қызығушылығы мен қысымы отбасыға ауыр салмақ салды. Бұрын Романға сүйсініп келген жұрт енді одан теріс айнала бастады. Жылдар бойы қалыптастырған беделі көз алдында қирап жатты. Федор айналасындағы адамдардың әкесінен алыстап бара жатқанын анық байқады. Ешкім енді оның жағында болғысы келмеді. Бақтағы сын мен қоғамдық қысым оны бұрын-соңды болмаған дағдарыстың ортасына тастады. Алайда Роман ешқандай өкініш білдірместен суыққанды қалпын сақтап қала берді. Ал Федор болса, ақиқатқа бастайтын ауыр, бірақ дұрыс жолмен келе жатқанын сезінді. Полиция тергеуді бастады. Психиатриялық ауруханада жұмыс істеген барлық қызметкерлерден, соның ішінде бұрын куәлік берген медбикеден жауап алды. Әрбір куәлік пен медициналық құжат Жаннаның психикалық ауытқулардан зардап шекпегенін, тек заңсыз бостандықтан айырылғанын дәлелдеді. Бұл дәлелдер істің маңызын одан әрі арттырды. Барлығы Федордың жанына аз да болса тыныштық сыйлады. Ең бастысы, әкесі енді жауапкершіліктен құтыла алмайтын еді. Бір күні таңертең Федор кеңседе отырған кезде, адвокат Александр қоңырау шалды. «Жақсы жаңалығымыз бар. Полиция әкеңе ордер берді. Оны заңсыз бостандықтан айыру бойынша айыптап жатыр». Федор бұл жаңалықты естігенде бойын ерекше бір қуат кернеді. Ақыры, әкесі істеген ісі үшін жауап береді. Ол қуаныш немесе кек сезінген жоқ, бірақ бұл жолы ол анасын қорғау үшін шын мәнінде маңызды қадам жасағанын білді. Анасының өмірі бұрынғыдай болмайтынын түсінді, бірақ шындық жарыққа шықты. Әділет салтанат құрды. Сот күні Федор залда бұрын сүйіп, құрметтеген адамға өз әкесіне қарсы тұрды. Роман әлі де сезімсіз күйде, ешқандай өкініш білдірмей, тағылған айыптарды тыңдап отырды. «Мен тек отбасы үшін ең дұрысын жасадым», деді ол қорғау сөзінде. Бірақ оның сөздеріне ешкім сенбеді. Қоғамдық пікір оның сылтауларын қабылдамады. Сот залында тыныштық орнады. Барлығы оның кінәсін дәлелдейтін айғақтарды үнсіз тыңдап отырды. Федор болса, орнынан қозғалмастан тұр. Бұрынғы ашу ыза жоқ еді. Оның орнына жанын жай таптырған бір жеңілдік сезілді, ауыр жүк иығынан түскендей болды. Анасы енді бостан. Әділет орындалды. Сот аяқталғаннан кейін Федор өз-өзін дауылдан кейінгі тыныштықта тұрғандай сезінді. Ішінде қайшылықты сезімдермен арпалысып тұрды. Иә, сот Романды айыпты деп тапты, бірақ бұл жылдар бойы жиналған ауыртпалық пен анасының шеккен азабын өшіре алмады. Жанна ешқашан бұрынғыдай күшті әйел бола алмайтыны анық еді. Бірақ енді ол қапаста емес. Федор анасы үшін барын жасауға дайын еді. Ол анасына арналған тыныш әрі жайлы пәтер жалдап, сол жерде ол өмірінің соңына дейін бейбіт өмір сүре алатындай жағдай жасады. Жанна жаңа үйге алғаш кіргенде бір түрлі күй кешті. Жылдар бойы суық, жансыз қабырғалар арасында өмір сүріп келген адам үшін бұл жылы әрі жайлы пәтер тым бейтаныс еді. Федор оны ақырын қонақ бөлмеге алып кірді. Жұмсақ жарық үйге ерекше жылулық сыйлап тұрды. «Енді осы жер сенің үйің, мама. Саған ештеңеден қорқудың қажеті жоқ», деді Федор қамқорлық пен алаңдаушылық аралас үнмен. Жанна оған қарады да ақырын орындыққа отырды. Көзінен жас тамып кетті. Сен кімсің?» деп сыбырлады ол. Даусында қорқыныш пен сенімсіздік сезілді. Ол әлі де бұл әлемді толық тани алмайтын еді. Көзінде ұмыт қалған адамның ауыр шаршауы оқылып тұрды. Федор оның қасына келіп, қолынан ақырын ұстады.
Мен Федормын, сенің ұлыңмын. Мен сені енді ешқашан жалғыз қалдырмаймын, деді жан жүрегімен. Анасын сондай күйде көру оның жүрегін қағайырып жіберді. Балалық шағындағы естеліктер, анасының жоқтығы сезілген ұзақ жылдар бәрі бір сәтте ойына оралды. Бірнеше күн өткен соң жанна ақырындап қалпына келе бастады. Жаралардың ізі біртіндеп жазылып, жанна ұлын тани бастады. Ол өмірдің өзгергенін түсіне бастады. Бір күні таңғы уақытта, терезе алдында отырып, сыртқа көз тастаған жанна терең тыныс алды. Сен сондай мықты жігіт болыпсың, балам, деді ол мақтаныш пен сүйіспеншілікке толы дауыспен. Сен де мықтысың, мама. Сен мен білетін ең мықты әйелсің, деді Федор көзіне жас алып. Ол өзінің ішінде бір өзгерістің болғанын сезінді, өмір ақырындап өз арнасына түсе бастағандай болды. Бір күні түсте олар екеуі бірге паркке серуендеуге шықты. Көктемнің жылы шуақты күні бәрін тірілткендей болды. Жанна Федордың қолынан мықтап ұстап келе жатты, жақындарын қайта жоғалтып алудан қорыққандай. Қазір мен өзімді тыныш сезінемін, деп сыбырлады ол. Федор оған мейіріммен үмітке толы жүрекпен қарап тұрды. Ең қараңғы күндер артта қалған еді. Енді олардың алдында жаңа өмір басталуы мүмкін еді. Дегенмен ол болған оқиғаларды ұмыта алмады. Әкесінің қатыгездігін көріп өскен ол, әділет орнағанымен сатқындықтың ауыр сезімінен әлі арыла қойған жоқ. Алайда ол енді анасын бақытты етуге, оған қорқыныш пен азапсыз жаңа өмір сыйлауға барын салатын болды. Федор мен анасы біртіндеп өмірлерін қайта құра бастады. Күн өткен сайын олар бір-біріне жақындай түсті, бұрын соңды болмаған тыныштық пен жарыққа толы сәттерді бірге өткеріп жатты. Федор өмірдің тек қайғыдан ғана тұрмайтынын, онда бақытқа да орын бар екенін түсіне бастады. Ол өзін өткеннің тұтқыны сияқты сезінбейтін болды. Ол кешіруді, сүйе білуді үйренді. Бір күні олар бірге бақта отырған кезде, Жанна оған алғысқа толы көзқараспен қарады. Мені үйге қайтарғаныңа рахмет. Енді өзімді жалғыз сезінбеймін, деді ол. Федор көзіне жас алып, сен ешқашан жалғыз болмайсың. Мен әрқашан жаныңда боламын, деді. Олардың өмірі мінсіз болмағанымен, бір-бірінің жанында болулары ең бастысы еді. Федор ақыры әділеттің орнағанын түсінді, және олардың екеуіне де жаңа өмір басталды. Ана мен ол барлық қиындықтарға қарамастан бақытты бола білді. Енді олар жаңа жолмен бірге жүріп келе жатты, түнек пен ауырсынусыз. Өткен қиындықтардан кейін олардың өмірі біртіндеп қалыпқа келе бастады. Күн сайын жақындай түсті. Жаңа әдеттер қалыптасып, бұрын соңды болмаған тыныш сәттерге қуана білді. Федор өзін армандағы өмірде жүргендей сезінді, осынша жыл бойы тартқан азаптан кейін. Ол бұрынғы жалғыздық пен жауапсыз сұрақтарға толы ұзақ түндерді еске алды. Сол кездерде анасының қайда екенін, тірі ме екендігін де білмейтін. Ал енді оның көз алдында Жанна қалпына келе бастады, өмірге қайта оралып жатқандай болды. Бұл Федордың жүрегін алғыс пен қуанышқа толтырды. Бір күні ол анасын көптен бері апарғысы келіп жүрген орынға, үй маңындағы саябаққа серуенге алып баруға шешім қабылдады. Саябақта ерекше тыныштық орнаған еді. Жасыл ағаштармен жайнап тұрған гүлдер жанға жайлық сыйлайтын. Жанна өткеннің жарасынан әлі толық айыға қоймаса да, дәл осындай сәттерде тыныштық пен сабыр таба бастады. Өзіңді қалай сезініп тұрсың, мама? Деп сұрады Федор олар саябақ жолымен келе жатқанда. Жанна жұмсақ жымиып, оның қолын қаттырақ қысты. Мен жоғалтқан бір нәрсені қайта тапқандай сезінемін, өмірім қайта басталғандай, деді ол. Сосын Федорға бұрылып, көзінде бұрын болмаған үміт ұшқыны пайда болды. Сен мені өмірді қайта сүюге үйреттің, деді ол дауысын әрең ұстап. Федор анасының өзгеріп келе жатқанын сезінді. Жанның жарасы әлі жазыла қоймағанымен, енді ол болашақтан үрейленбейтін еді. Ол өткеннің ауыр естеліктерін өшіре алмаса да, анасына жаңа, лайықты өмір құруға көмектесе алатын еді. Олар саябақтағы орындыққа отырып, айналаны үнсіз тамашалады. Тыныштықты тек құстардың әні мен жеңіл жел ғана бұзып тұрды. Федор анасына қарап, жүрегі сүйіспеншілікпен алғысқа толып кетті. Ол енді анасын ешқашан жалғыз қалдырмайтынын білді. Не болса да әрқашан жанына болуға ант етті. Өткен жылдарға өкінесің бе, мама? Деп сыбырлады ол. Жанна үнсіз қалды. Ойға батып кетті. Ақыры ол жауап берді. Жоқ, балам, мен өкінбеймін. Тек сол жылдарда жанымда сен болмағанына өкінемін. Бірақ қазір сен қасымдасың, демек, бәрі бекер болмаған екен. Ол аспанға көз тастап, бір жетпес көкжиекке үмітпен қарады. Сосын қайтадан ұлына қарап, жылы жымиды. Мен қазір бақыттымын, себебі сен жанымдасың. Ұлымды қайта тапқаныма қуаныштымын, деді Жанна.
Федор бұл сөздерді естігенде жүрегі шымырлап кетті. Ол анасының көзіне қарады, әлі де ауыр естеліктердің ізі бар еді, бірақ сол көздерден үміттің жылт еткен сәулесі де байқалды. Мен сені ешқашан жібермеймін. Ешқашан жалғыз қалдырмаймын, деді ол нық сеніммен, бірақ үні ерекше нәзік шықты. Сол күннен бастап Федор мен анасының өмірі біртіндеп тыныштыққа тола бастады. Жанна қоғаммен араласып, жаңа адамдармен танысып, өмірден қайтадан қуаныш таба бастады. Федор барлық шыдамдылығы мен шексіз махаббаты арқылы анасына жанның жарасын емдеуге көмектесті. Ол анасына өмірде әлі де жақсылықтың бар екенін көрсетті. Әкесінің естеліктері Федордың жүрегін ауыртса да ол кешіруді үйренді. Өткенді өзгерте алмайсың, бірақ осы шақта өмір сүріп, басқа болашақ құруға болады. Ол өмірін бұрынғы зұлымдықтың ықпалынан арылтып, енді тек анасына жаңа, әділетті әрі шын өмір құруға көмектесуге арнады. Көктемнің бір кешінде Федор мен Жанна үйінің табалдырығында тұрды. Олар бір-біріне қарап, Жанна тағы да айтты: «Мені үйге қайтарғаныңа рахмет. Маған қайта өмір сүруге мүмкіндік бергенің үшін рахмет». Федор анасын құшақтап көзіне жас алды. «Енді саған ешқашан қорқудың қажеті жоқ, мама. Мен әрдайым қасыңда боламын». Сол күні Федор бір өте маңызды нәрсені түсінді. Өмірде бәрі мінсіз бола бермейді, бірақ махаббат пен кешірім үміт сыйлап, ең терең жараларды да жазуға қабілетті. Ол мен анасы болашаққа енді тек сүйіспеншілік пен бақытпен қарай алатын болды. Иә, олардың өмірі бұрынғыдай болмайды, бірақ ең бастысы, олар бір-бірін қайта тапты. Бұл бәрінен маңызды еді. Федор үшін оның анасы енді бұрынғыдай емес еді. Бұрынғыдай үрейде өмір сүріп, үмітсіздікке толы әйелдің орнында енді ауыр жолды еңсеріп, ішкі тыныштығы мен қуанышын қайта тапқан мықты тұлға тұрды. Федор, оның ұлы, әрдайым анасының қорғаны және өміріндегі ең сүйікті адам болып қалды. Уақыт өте келе олардың өмірі тұрақтала бастады. Кейде өткеннің елестері оралса да, олар енді жаңа өмірлерін ескі өмірдің қирандыларының үстіне құрып жатқан еді. Федор әкесіне деген ашуын да жеңе білді. Енді бұрынғыдай емес, ол тек әкесін ғана емес, өзін де кешіре бастады. Ол түсінді, егер ашу мен жек көрумен өмір сүре берсе, анасына тыныш өмір сыйлай алмайтынын білді. Жанна да біртіндеп өмірдің қуанышын қайта сезіне бастады. Кей күндері өткеннің үрейлері, қорқынышты түстері мазаласа да, ол бұрынғыдан нық тұра алатын болды. Жанна қоғамға көмектесе бастады, қиын жағдайға түскен әйелдерге қол ұшын созды. Өйткені ол да кезінде сондай халде болған еді. Өткеннің ауырлығы оны әлсіз етпеді, керісінше мейірімді әрі мықты адамға айналдырды. Федор анасының осындай өзгерісіне таңданбай тұра алмады. Ол қорқып, қиналған Жаннан үміт пен шабыт сыйлай алатын мықты әйелге айналды. Жанна өткеннің үнсіздігінен арылды. Енді ол өз хикаясын айтып, басқа елдерге де шабыт беріп жүрді. Оларға да өмірін қайтарып алуға үміт сыйлай білді. Бір күні анасы екеуі саябақта серуендеп жүргенде, Федор іштей бір ерекше тыныштықты сезінді. Ол ауыр күндерді, анасының жоғалып кеткен түндерін еске түсірді. Бірақ енді ол жанында еді. Ең бастысы, ол анасына өзін қайта табуға көмектесті. Өмір қайта қалпына келгендей болды. «Сен ешқашан осылай өмір сүремін деп ойладың ба?» деп сұрады Федор. Олар орындықта отырып, алтын түстес күн батымын тамашалап отырғанда. Жанна аз кем үнсіз қалды, сосын жұмсақ жауап берді: «Білмеймін. Бір кездері менде үміт қалмаған еді. Сені ешқашан көрмеймін деп ойлағанмын. Бірақ енді сен қасымдасың, және мен түсіндім, өмір бақыт сыйлай алады. Біз бәрін қайтадан бастай аламыз». Федор оның сөздерін тыңдай отырып, тамағына өксік тығылды. Ол анасының қандай азаптан өткенін жақсы білетін, енді ғана анасы жүрегіне жаңа өмірді кіргізе алды. Жанна айтқан сөздер, махаббат пен кешірімнің жанның ең терең жараларында емдей алатынын дәлелдеді. Федор оның көзіне жас арқылы қарады. «Мен әрдайым жаныңдамын, мама. Саған енді ешқашан қорқудың қажеті жоқ». Олар үнсіз отырды. Күннің жылы жарығы екеуінде құшағын алғандай. Екеуіне бір-бірінің жанында болуы жеткілікті еді. Федор білді, өмір қаншалық өзгерсе де, олар енді ешқашан жалғыз болмайды. Олар енді жанында болатын, және бұл ең маңыздысы. Олар жоғалтқанын қайтарып қана қоймай, жүректерінен тыныштық тапты. Күн сайын Федор мен Жанна бірге өмір сүріп, өзгелерге көмектесіп, махаббатқа толы жаңа өмірді бірге құрып жатты. Жанна енді мықты әйел. Ол айналасындағы адамдарға шабыт сыйлайтын тұлғаға айналды. Ол қайырымдылық ұйымдарына мүше болып, зорлық-зомбылық көрген әйелдерді қолдады. Өзінің тәжірибесімен бөлісіп, әрбір әйелге күш табуға көмектесті.
Жанна бір нәрсені үнемі еске салатын. Қандай қиын болса да, өмірде әрдайым жарық бар, тек тұрып күресуге бел байлау керек. Федор да анасының хикаясын достары мен таныстарына айтып жүрді. Ол жақсы түсінді, шындық өзге адамдарға көмектесе алады. Егер махаббат пен кешірім болса, ештеңе мүмкін емес. Ол өзінде кешіруді үйренді. Өткеннің ауырлығына қарамастан, ол өзі мен анасы үшін жарық болашақ құруға әлі де мүмкіндігі бар екенін түсінді. Күздің бір таңында алтын түстес жапырақтар жолды көмкеріп жатқанда, Федор мен Жанна сыртқа шығып, жел ұшырып бара жатқан жапырақтарға қарап тұрды. Федор анасына махаббат пен ризашылықпен көз тігіп: "Сенен көп нәрсе үйрендім" деді жай ғана. "Маған өмірдің қаншалық ауыр болғанымен ең маңыздысы махаббат пен кешірім екенін көрсеттің." Жанна ұлына қарап жымиып қойды. "Мен тек сенің бақытты болғаныңды қалаймын. Және білесің бе, сен өмірдің маған сыйлаған ең қымбат сыйысың." Федор жүрегінің жеңілдеп қалғанын сезінді. Ауыр жылдар артта қалған. Енді ол анасын тапты. Енді ол жалғыз емес еді. Анасы жанында болатын, бұл жеткілікті. Олар барлық сынақтардан өтті, енді махаббат пен тыныштыққа толы жаңа өмірді бастады. Өмір әрдайым оңай емес. Бірақ махаббат пен кешірім жанды емдей алады. Бұл Федор мен Жаннаның өмірлік сабағына айналды. Сол сәттен бастап олар енді ауырсыну мен қорқынышты білмей, жүректерінде тек махаббат пен бақытпен алға қадам басты. Бір күні Федор бөлмесінде, терезе алдында үнсіз отырды. Таңғы жарық ағаштардың арасынан сүзіліп, ішке түскен. Жүрегі үмітке толы еді, бірақ алаңдаушылық сезімі де кетпеді. Анасы біртіндеп қалпына келіп жатты, бірақ өткеннің ауыр естеліктері әлі де жанын тырнады. Федор білді, әкесі жайлы шындық Жаннаның жанында жазылмаған жара болып қалды. Ол анасына тыныштық сыйлады, бірақ бұл жеткілікті ме? Әкесі жасаған қылмысы үшін жазаланды ма? Анасы толық бостандықты сезіне алды ма? Соңғы күндері Федор анасына қолдау көрсетумен айналысты, емдеу орындарын іздеп, анасы өзін қайта тастап кеткендей сезінбес үшін жанынан табылды. Ол анасына өмірдің қарапайым қуаныштарын, серуендер, саябақтағы демалыс, қиындық көрген әйелдердің үйірмесіне қатысу, қайта сезінуге көмектесті. Алайда Федордың жанын бір сұрақ мазалай берді. Оның әкесі өз жасаған үшін лайықты жазасын алды ма? Роман жауапкершіліктен жалтара ала ма еді? Сол күні Федор шешім қабылдады, заңдық күресті жалғастыру. Ол әкесінің тұтқындалғанын және сот алдында жауап беретінін білетін. Бірақ Федор істі соңына дейін жеткізгісі келді. Ол әділдікті талап етті. Ол анасын азаптаған, өзінің балалық шағын ұрлаған адам жауап беруі тиіс деп санады. Федор тағы да адвокат Александрмен байланысқа шықты. Ол бұған дейін де дәлелдер жинауға көмектескен еді. Олар сол түні тынымсыз жұмыс істеді, келесі қадамдарды жоспарлады. Бұл жерде тоқтап қала алмаймыз деді Федор сенімді түрде. Әкем өз ісі үшін толық жауап беруі тиіс. Ол менің анамның еркіндігін ғана емес, менің балалық шағымды да ұрлады. Мен оның шындықтан қашып құтылуына жол бермеймін. Александр оның жігеріне қолдау білдірді. Біз барлық дәлелдерді жариялаймыз. Олар оның өз билігін пайдаланып, әйелін заңсыз түрде бостандығынан айырғанын көрсетеді. Ол міндетті түрде жауап беруі керек. Федордың жоспары істі қоғам назарына шығарып, бақ арқылы жария ету болды. Ол қоғамға шындықты жеткізгісі келді. Анасына әділет орнату ғана емес. Сондай-ақ көп жағдайда билігі бар адамдардың қылмыстары жазасыз қалатын үндемейтін келісімді де бұзғысы келді. Ол бәріне жеткізгісі келді. Ешкімде заңнан жоғары емес. Келесі аптада оқиғалар қарқынды дами бастады. Бақта роман жайлы мақалалар көбейді. Қоғамдық пікір кенеттен оң көзқарастан ашуға ұласты. Адамдар оны айыптай бастады. Қоғам белсенділері әділет талап етті. Романның беделі күн сайын құлдырай берді. Ал Федор алға қарай нық қадаммен жылжи берді. Бұл енді қайтаруға келмейтін әділетсіздік еді. Судья тыңдаушылардың үнсіздігін пайдаланып, сот үдерісін жалғастырды. Куәгерлер бірінен соң бірі шықты. Олар Жаннаның жағдайын, Романның билігін асыра пайдаланып, әйелін күштеп емдеу мекемесіне жабуын, оның дауысы жоқ адамға айналғанын сипаттап берді. Әрбір сөз, әрбір естелік залда отырғандардың жанын түршіктірді. Адвокат Александр дәлелдерді бірінен соң бірін келтіріп, сотқа Жаннаға қойылған жалған диагноздар, медициналық құжаттардағы бұрмаланулар және Романның ықпалын қолданғанын нақты көрсетті. Федор анасына көз қиығын салып отырды. Ол өміріндегі ең мықты адам осы жан екенін енді түпкілікті түсінді. Жаннада үнсіздік болғанымен, оның көздерінде нық сенім мен ерік оты жанып тұрды. Соттың соңғы бөлігінде Жанна өзі сөз сұрады.
Ол орнынан баяу көтеріліп, дірілдеген дауыспен сөйледі. Мен бұл залда бүгін ана ретінде, әйел ретінде, ең бастысы, адам ретінде тұрмын. 30 жыл. 30 жыл бойы мен үнсіз азап шектім. Мені тірідей көмді. Даусым, еркім, тіпті атым да жойылғандай болды. Бірақ мен тірі қалдым. Ұлым мені тапты. Мені өмірге қайтарды. Ол үзіліс жасап көз жасын сүртті. Мен романды ешқашан түсіне алмаймын. Бірақ мен кешірдім. Өйткені кекпен өмір сүрген жан тағы бір рет құрбан болады. Бірақ мен соттан әділет сұраймын. Бұл тек мен үшін емес, мен сияқты үнсіз қалғандар үшін. Зал іші тыныштыққа бөккен. Судья үнсіз қағаздарға үңілді. Ал Федор жанындағы анасының қолын ұстап, мақтанышпен күлімсіреді. Ол анасының бойындағы күшті, батылдықты көріп, енді ешқашан оны қорғай алмай қаламын деп қорықпайтын болды. Бірнеше күннен соң үкім шықты. Сот Романды әйелін заңсыз түрде бостандығынан айырғаны және қызметін асыра пайдаланғаны үшін кінәлі деп танып, оны ұзақ мерзімге бас бостандығынан айырды. Сот залынан шыққан кезде журналистер, камералар, микрофондар оларға қарай ұмтылды. Бірақ Жанна мен Федор үндемей бір-біріне қарады. Бұл жеңіс еді. Жеке іштей ең маңызды жеңіс. Кешкісін олар үйге қайтып келгенде, Федор анасына шай қойып отырды. Анашым, бүгін әділет орнады. Енді біз еркінбіз, деді ол. Жанна күлімсіреп терезеге көз салды. Күзгі жапырақтар тағы да желмен билеп жүрді. Иә, ұлым. Енді біз өмір сүре аламыз. Бұл жоба тек өзгелерге көмектесу жолы ғана емес, Федордың өзі үшін де маңызды бір емді кезеңге айналды. Ол әрбір әйелдің оқиғасында анасының бейнесін көрді, ұзақ уақыт үнсіздікпен қорқынышта өмір сүріп, ақыры еркіндікке қол жеткізген жанды. Жанна да біртіндеп өмірге қайта оралды. Ол енді өз тағдырын өзі жазатын әйел болды. Сурет сабағында ол алғашқы картинасын аяқтағанда көзінен жас парлап кетті. Бұл еркіндіктің бейнесі. Сол картинада жарқыраған күн астында жайылып жүрген ана мен бала бейнеленген еді. Өзімен ұлын салғанын ол бірден түсінді. Федор анасының қасынан жиі табылып, әрбір ұсақ жетістігіне қуанып жүрді. Жанна өз кезегінде ұлының қаншалықты мейірімді, батыл, әрі жігерлі азаматқа айналғанын көріп, мақтан тұтты. Күндердің күнде Федор жұмыстан кеш қайтып келе жатып анасына жылы шаймен оралды. Олар екеуі балконда отырып, кешкі самалмен тыныстап отырды. Біз шынымен жаңа өмір бастай алдық, деді Федор. Иә, ұлым. Біз өткенімізді артта қалдырдық. Енді тек болашақ бар. Осы сәтте Жанна ұлына қарап, мейірімділікпен күлімсіреді. Сен менің үмітім болдың. Мен қайтадан өмір сүріп жатсам, бұл сенің арқаң. Федор анасының қолын ұстап, көзқарасын жерден алмай. Сен де маған өмір сыйладың, анашым. Енді біз бұл өмірді бірге, еркін және бақытты өткіземіз. Сол кеште олар алғаш рет шын тыныштықпен жан тыныштығын сезінді. Қиын күндер артта қалған. Қазір олар тірі қалғандар. Жеңіске жеткендер. Олардың тарихы енді қорқыныш пен қайғы емес, үміт пен еркіндіктің, махаббат пен әділеттің символына айналды. Уақыт өте келе Федор мен Жанна бүкіл өңір үшін шабыт көзіне айналды. Олар қайырымдылық шараларына қатысып, кездесулер ұйымдастырды, кешірімнің күші мен қайта тірілу қабілеті жайлы айтып жүрді. Олардың әрбір әрекеті өмір қаншалықты ауыр болса да, махаббат пен табандылық кез келген кедергіні жеңуге көмектесетінін дәлелдеп отырды. Бір күні, саябақтағы орындықта отырған кезде, Жанна Федордың қолын ұстап. Білесің бе, деді ол, менің өмірімді қайта тапқаныма себеп сенсің. Мен енді қорықпаймын. Не болса да, сен әрқашан менің жанымда боласыңын білемін. Федор жымиып, терең тыныс алып. Біз бәрін жеңдік, анашым. Енді өткеніміз бізге кедергі бола алмайды, деді. Осылайша ана мен ол, Жанна мен Федор жаңа өмірге аяқ басты. Бұл өмір мінсіз болмаса да, ол енді олардың өз таңдауы мен еркіндігінен құралған өмір еді. Олар оны бастан бастап қайта тұрғызды. Бұл оқиғаның сабағы кешірім мен әділеттің емдеп қалпына келтіре алатыны. Өткенде қандай түнек болса да, табандылық пен махаббат кез келген сынақты жеңуге көмектеседі. Федор мен Жаннаның тарихы арқылы біз шындық, тіпті ауыр болса да, ақыры бостандыққа алып келетінін көреміз. Әділет тек жараны емдеп қана қоймай, зардап шеккендерге жаңа өмір құруға күш береді. Осы оқиғаны соңына дейін тыңдағаныңыз үшін рахмет. Пікіріңізді қалдырып, арнаға жазылып, бұл видеомен достарыңызбен және жақындарыңызбен бөлісіңіз. Бұл бізге жаңа оқиғалармен жұмыс істеуді жалғастыруға үлкен мотивация береді. Келесі әсерлі оқиғаны жіберіп алмаңыз, ол жақында сіздің экраныңызда пайда болады. Бізбен бірге болғаныңыз үшін алғысымыз шексіз.
Бұл видеоны сипаттамасында барлық оқиғалардың каталогына сілтеме бар, соны ашып көре аласыз.